Сәлеметсіздер ме? Мен Қарлығаш балабақшасының аға медбикесі Асыл Калыкова. Сіздерге бүгін балалармен күнделікті балабақшада жасалынатын демалу жаттығуын көрсетеміз. Жаттығуды үй жағдайында да жасауға болады. Демалу жаттығуы 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең алақан, екінші погон, үшінші насос. Бірінші кезең алақан. Алақанымызды жоғары көтеріп, аяғымызды сәлірек ашамыз. Терең демалып алып, 3 мәртеге демімізді ішке тартамыз. Демаламыз, қайтадан қайталаймыз. Демаламыз, қайтадан қайталаймыз. Екінші кезең бізде погончик. Тағы да аяғымызды сәлірек ашып тұрамыз. Шынтағымызды кішкене бүгеміз. Терең демалып алып, бастаймыз. Демаламыз. Демаламыз. Үшінші кезең насос. Аяғымызды сәлірек ашамыз, алдыға еңкейеміз, терең тыныс алып, бастаймыз. Демаламыз, бастаймыз. Демаламыз және қайталаймыз.